Арманына жеткен Айбалта. Бір салақ адам балта сатып әкеліп, қораның бұрышына тастай салыпты. Содан алғашында әне саптаймын, міне саптаймын деп жүреді де, кейін мүлде ұмытып кетеді. Балта болса тот басып, әрмен айырылып бара жатты. Ақыры бұл қорлыққа төзе алмады. Бір күні өн бойы намыс кернеп, орнынан шошып кетті де, жанында жатқан қайрақтасқа тиіп сыңғыр етті. «Бұл кім?» деп қыр ете қалды қайрақтас. «Мен балтамын». «Иә, не болды?» «Қайрақтас, сен ақыл қосшы, не істеу керек?» «Қайтсем жарқылдап иемнің қолында жүрем». «Арманың сол ма?» «Иә». «Ендеше баяғыда қимылдауың керек еді. Тоғайға бар, өзіңе лайық сап кесіп, киіп ал. Сөйт те маған кел, мен сені қайрап жарқылдатып шығарайын. Көрсін сонан соң иеміз». Балта қуанып кетті. Бір шоршып, екі шоршып, екі адым аттап тоғайға тартты. Балтаны сонадайдан көргеннен-ақ қалың ағаш «Балта келе жатыр, қайсымызды кесер екен?» деп шу ете қалды. Бәрі дүрдиіп, серк-серк етіп қорқып тұр. Балта тоғайдың шетіне келіп, қалың ағаштың әрқайсысына бір тесіліп қарап тұрды. Бірі ұзын, бірі қысқа, бірі жуан, бірі жіңішке ағаштар абыр-сабыр тынышталар емес. Балта қайсысын кесерін білмей дал болды. Ағаштар бірте-бірте жүрек тоқтатып тынышталайын деді. Балта сол сәт үлкен аққайыңның көзіне өзіне лайықты бір бұтағын таңдап үлгірді. Іле сарт етіп сол бұтаққа жабыса кетті. Әне-міне дегенше әлгі бұтақты кесіп, сап қылып киіп алды да, ауыл қайдасың деп тартып отырды. Ағаштар абыр-сабыр болып қала берді. Бәрі енді бұтағы кесіліп, жаны қиналып тұрған аққайыңға басу айтты. «Ештеңе етпейді, бір бұтағың кесілсе, екіншісі өсіп шығады», деді бәйтерек. «Иә, сөйтеді, кішкене қиналарсың, жетіліп кетерсің», деді қарағаш. Үзілген бұтақ ұзатылған қыз. Ол енді балтамен бірге иелерінің қолында жүріп, талай шаруа бітіреді. «Бір бұтағыңның адамның игілігіне айналғанына сен қайғырма, қайта қуан», деді Дәуітал. «Рахмет бәріңе, жанашыр ағайындық сөздерімен жарты қайғымнан арылтқандай болдыңдар. Айтқандарың рас, біз бәріміз адам үшін, адамның игілігі үшін өсіп тұр емеспіз бе? Барсын бұтағым, жолы болсын, басқа амал қанша?» деп аққайың ауыр күрсінді. Сол кезде төменде қалың шіліктің біреуі шіңкілдей жөнелді. «Саған сол керек. Әуелі өсем деп көзге түскен өзің. Басында мына біз құса өспей жер бауырлап жатып алсаң ғой, сапқа жарамас едің. Сонда сені де кеспейтін еді. Ал енді ақыле-өкіле». Шіліктің бұл шірік сөзін жалғыз аққайың емес, қалың ағаш түгел естіді. Бәрінің бойын ашу кернеді. «Қап, мынаны-ай, мұның бойы неге өспей жүр десем, осындай қу екен ғой», деді бәйтерек. «Айтпа тегі, залымын қарай гөр, мұндайлар өспейді, аяқасты болып қала береді», деді қарт қарағаш. «Бәсе, бұлар неге жапырақ жаймай жүр десем, күншіл екен ғой, күншіл болдым дегенше іс бітті, азып тозып кеттім дей бер», деді Дәуітал. «Мейлі, өзіне жақсы болса айта берсін», деді аққайың. Шілік ләм-мим деуге шамасы келмей жер болып қалды. Сапталған балтаның адымы ұзарып қалған. Қораға тезірек жетті. Келе қайраққа жармасты. «Қайреке, айтқандарыңызды орындадым. Ендігі кезек сіздікі. Мұның енді жөн, уәде». Қайрақ балтаны қайрап, тотын кетіріп, ағашқа атып шығарды. Ертеңгілік қораға кірген есі қалпып тұрған балтаны көріп: «Апыр-ау, мына Айбалта қайдан шыққан? Сабы қандай әдемі еді. Осындай бір балтаға қол жетпей қор болып жүр едім. Жақсы болды-ау», деп қуанды. Балта әрекет қылды да арманына жетті. Ал енді адамдарға қызмет етеді. Тоғайдағы ағаштар ше, аққайың жалғыз бұтақ үшін көп зардап шеккен жоқ, жетіліп жайқалып тұр. Ал шілік болса сол күйіп көлеңкеде қалған.